Төрткүл менен дөңгелектің жайын біле жүр. Ештеңе жоқта пәле іздеп түртін бе. Келгілік келсе, көріп ал. Адам болмаққа айла керек. Сол үшінде төрткүл менен дөңгелектің жайын білген жөн. Әрі шаршы, әрі шеңбер болғанға не жетсін. Ал ендеше шаршың не дөңгелегің қайсы? Былайша айтқанда, табиғи жаратылған дүниенің бәрі дөңгелекте. Адам қолынан өткеннің бәрі төрткүл. Сондықтан шаршың принцип, шеңберің құбылым. Шаршың құбылмасты мың құбылытса, шеңберің мың құбылымды бір құбылтпай ұстайды. Сыртың дөңгелек болсын, ақылың асып тұрса да, ақымақтасып көрінетін бол. Іштің төрткүл болсын, ойың сара, санаң сабырлы келсін. Өзіңе төрткүл бол, қатаң талап қоя біл. Өзгеге дөңгелек бол, кеңдікпен қарай біл, қоя біл. Өзгеге дөңгелек бол, кеңдікпен қарай біл. Шеңбер болып, шаршы болмаса, еңсе тіктеп тұра алмассың. Шаршы болып, шеңбер болмаса, алға аттап баса алмассың. Сондықтан адамшылыққа қырда керек, сырда керек. Шаршының ішінде шеңбер жазсын, шеңберге де шаршы сыйсын. Сонда ғана кісілік қарым-қатынаста емін-еркін бола аласың. Жұмыс жоқта пәле іздеп түртін бе де, келгілік келіп жатса, көріп ал. Қадірменді тыңдармандар, бүгінгі біздің төрткүл менен дөңгелектің жайын біле жүр. Ештеңе жоқта пәле іздеп түртін бе, келгілік келсе, көріп ал атты әңгімеміз осымен аяқталды. Құлақ қойып тыңдағандарыңызға алғысым шексіз, және де қандай ой түйдіңіздер, төменге жаза кетсеңіздер болады. Әрқашанда сіздерге мықты денсаулық тілеймін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.